Davlet. Mınce'nin atı kalatan atı. Abi şuradan abi. Aa yürüdü. Kalay. Bile şaş gitti. Kalay dedi. Kalay. Kalay atarak değil Mınce. Evet şehirde Ay sen git. Al kurmetli көрермендер. Balagazı. Baykaşı. Құрметті көрермен. Aslan bunu bırakın sizin. Құрметті қазақ халқының көрермендері. Бүкіл Қазақстанның бүкіл телевидениесі, бүкіл радиосы қазір Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Қарақол қой совхозының 78 жылы бітірген түлектеріне арналған екен. Бізді Америкадан көріп отыр. I love you diyor sana. Солау біразы. Бізді Германия көріп отыр. Yes так koyasın. Бізді Америка көріп отыр. Бірақ бүгін біз үшін Америкада, Германия, Россияда мына бүгінгі күннің тырнағында да татымайды екен. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сол үшін алып қояйық. Мен суға кеттім, мана жүр. Тұрмағаз. Мынау Қарақол деген міне біздің Тарбағатай тауының мөлдір бұлағынан бастау алған Қарақол өзенінің жағасында тұрмыз. Енді осы жерде Қарақол деген өлеңінде оқымасам болмайтын түрі бар. Оны табынып тұрып оқиын. Бүйтіп қой, міне қалас, су деген осы. Керімсал, туған жерім Қарақолым, өмірде қайталанбас дара жолым. Ыстық маған әр тасың, махаббатың, көк шалғының манауратқан қара жоның. Сағындым төскейіңді еркелеткен, көктеміңді құстармен бірге жеткен. Еске аламын алаңсыз кездерімде, махаббат пен балалықтың күйін кешкен. Бұлай аспанға су шашын, аспанға. Аспанға қағда. Ал енді келесі тосты. Тойыз. Бақтыбек, сен сөйлеші. Мұнда кеп сөйлесін, мұн жерге кеп сөйлеші. Балағазы. Кем? Сәлемқа, мұнда түсіңдерші ән жерге. Мұнда тұрып сөйлем. Балағазы. Бақтыбек, мұнда кеп тілек етші мұн жерге. Бақтыбек, мұн жерге кеп тілек етші, кел. Мұн жерде тұрып айта бер, мұн жерде. Мұнда тұрып сөйлеп, Бақтыбек. Неңді ал, стақаныңды ал. Сөйле бер. Жігіттер қалай? Мұна прямой эфир. Мұна міне Фермағазы деген біздің дос. Мұна қазаққа бүгін бізге мұнай керек жоқ. Алтынның да қажет жоқ бізге. Оğlum мұнайды алсақ бәрі оның бір арамыздан сатып жібереді. Бізге алтын керек жоқ. Біреу болмаса бір күні тағы да сатылып кетеді. Бізді құтқаратын жылқы. Адам сатады. Адам сатылады. Жылқы сатпайды. Жылқының бір кемшілігі ол сойылады. Адам суға батпайды. Сондықтан, жігіттер, жылқы сойылғанда біз сойылсақ жылқыдан қай жеріміз кем? Жылқы сатпаса, біздің рухымыз одан да биік қой. Ал! Ана бірден бүлдіріп отыр. Мұна Фермағазы міне. Мұнай осы екен ғой. Фермағазы міне. Осы жылқының қожайын осы. Жылқышы де қой. Көршім Дәулет тұр. Нұрбек Дәулет.
Мынау Аға буын, Жезде ол, жезде. мен көршім тұра тұршы. Дәулет, бұл бүгінгі заманның көкжалы. Дулаттай менің бауырымның ағасы бұл. Бергіші, әне балағаз тұр, балағаз. Мына дүниесінің бәрі аферист, өтірік айтады. Бірақ дүниесі айтады. Мал ауырының түрі бар, мал ауырының түрінің жазудың бір-ақ жолы бар деп. Бірақ біздің балағазы мал дәрігері мал ауырын жазудың 100 түрін біледі. Біледі. Жасай бер. Балағазым жасай бер. Алға. Бәріңді айта берсем, ұят болып қалады. Ренжімейсіңдер ме? Бұны мақтасыңдар ғой. Мақтасам, бұл тоқал алып кету. Мен міне Қақаш деген марқұм жатқан жер жайлы. Қақаш деген менің ағам болған. Ман братаны не. Мені Қақаш деген екеуміз дос болдық. Менің Кришам болды. Айкөзде бәріміз бір күн Айкөз жылына қоршап алды. Сон аузыма Қақаш есім түсті ғой. Сөйтсе Қақаш деген андардың қолдарынан септер түсіп кетті ғой. Міне Қақаш деген қандай? Жоқ, анан атынан адам дейсің. Атынан Борец болды. сосын Қайыркен деген ағам қандай болды? Дәулет айтшы. Міне нағыз Қабанбай батыр айтшы. Бізде трактор айтады ғой. Кім Дулат марқұм сондай Қайыркен сияқты еді, өжет еді. Қайыркен деген